саламатсыздар ма, құрметті достар? Микрофонда мен Ильяс Байсейіт. Бұл информатикаға каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 8-ші класстың Атамұра баспасы ақпаратты өлшеу әдістері. Ақпаратты өлшеу туралы теория білгілеріңіз келсе, Алматы баспасына өтуді рекомендация жасаймын сіздерге. Ал мен бұл жерде тек қана есеп шығаратын боламын. Сол себептен жай ғана осы жерде болғандарыңыз дұрыс. Так, былайынан жасайық. Бірінші мысалға барайық. Есептер қана. Есептер. Алфавиттің қуаттылығын есептеуге мысал қарастырайық. Мәтіндік файл 15 килобайт ақпаратпен тұрады. Алфавиттің қуаттылығын анықтау керек дейді. Егер де ешқандай алфавиттің қуаттылығы туралы ештеңе дерек берілмесе, ол автоматически 256 деп аласың. Мынау есеп вообще некорректный есеп негізінде. Ол каким образом табасың, сен ештеңе бермесең. Подсказка беру керек адам деген сәл-сәл. Ешкенде не істеген? Есептің мәні бәрі 256 тең. Бірақтан миды ашытып істеп тастаған да. Сол себептен миды ашытпақ қойыңыздар бұл есепке қарап. Қуаттылығы 8-ге тең алфавиттің әрбір таңбасын екілік код арқылы кодтаңыздар дейді. Қандай алфавит қолданылған? 8-дік алфавиттің әрбір таңбаларының ақпараттық көлемі қандай? 8-дік алфавиттің әрбір таңбасы 3 битқа тең. Енді одан кейін болатын вероятность 001, одан кейін 010 болады, екілік код болған соң 0 мен 1 ғана қолданады. Одан кейін 011 болады, 100 болады, 101, 110, 111 болады. Бұл вероятность общий 8 таңба 0-ден бастап 7-ге дейін. Жалпы 8-дік санау жүйесінің екілік түрі ғой. 10-ші класста таныс боласыздар онымен. Так. Қуаттылығы 16-ға тең алфавиттің әрбір таңбасын екілік код арқылы кодтаңдар дейді. Ол үшін қандай қорытынды жасауға болады дейді. Не айтып отыр? Тура сол мынау болады, просто 16 деген 2-ның 4 дәреже, сонда 1 деген сан жазу үшін 0,000,000 4 жазасың и все. Бұл 16-лық санау жүйесінде не үшін бұны берген? Так, алфавит 42 әріптен құрылған. Оның бір әріпінің ақпараттық саны қанша дейді. Опа, бағана егер Алматы теориясын мұқият қарайтын болсаңыздар, осы туралы ақпарат айтып кеткен. Яғни бізде формулаға сәйкес келмейді, бірақтан ол формула қате деген сөз емес. Яғни бізде шамалы корректировка жасауымыз керек деген сөз. Сонда былайынан болады. Егер де қазақ тілінің алфавиті n тең мысалы 42 әріп болатын болса, осы жерде x тең қанша деп тұр ғой, сұрақ қойып тұр. Енді қараңыздар, осы вероятностьқа келмейтін болса, n тең 2-ның 2x дәрежесі емес па? 42 2-ның ешқандай дәрежесіне сәйкес келмейді. Сол себепте ол кіші болады. Сонда 42 кіші немесе тең 2-ның бүлжайсы қай дәрежесіне? 6 дәрежесіне. Сонда бір символы 6 битті құрайды. Егер де қазақ тілінде бір 20 әріп жазатын болса, сонда ол 20 көбейтелі 6-ға, сонда 120 битті құрайды. Ол осылай. Примерге былайынан аласайық. Мысалы, сәлем Шымкент деп айтайық. Мысалы, Шымкент. Мысалға, сәлем деген 5 әріп, Шымкент дегенде Шымкент 7 әріп, 8 әріп, 8-ге 5, 13, пробелмен 14. Сонда 14-ті көбейтеміз 6-ға, сонда болады 6, 60, 84, сонда бит болады дегендей ғой. Жалпы осылайынан шығады. В принципе, сол теория түптің түрінде негізінде келген теория. Кеттік. Одан кейінгі есеп. 32 таңбалы алфавитпен жазылған хабарлама 140 таңбаны қамтиды дейді. Оның ақпараттық саны қандай? Ақпараттық сан деген ақпараттық көлеммен тең ғой. Сонда бізде n берілген, n-ның мәні 32, так, n тең 32-ге, k тең 140-қа табу керек айды. Сонда 32 дегеніміз 2-ның 5 дәрежесі, ол бізде x-ті береді, i тең k көбейтілген x, сонда 140 көбейтетін болсақ x неге 5-ке, сонда 100-ді көбейтетін болса 5-ке 500, 40-ты 5-ке тең болады 700 битқа. Жалпы осындай қарапайым есеп. Келесі 30 беттік реферат. Word мәтіні әр беті 40 жолдан, әр жолы 50 таңбадан тұрады. Рефераттың ақпарат көлемі қандай дейді? Ешқандай n туралы ақпарат берілмеген, сол себепте 8 деп ала береміз.
әр бетте қанша таңба барын анықтаңдар. Рефератты таңба санын 8 битке тең. Рефераттың ақпарат көлемі болды. В принципе, қиын емес та. Былайдан болады, жалпы оны не есепте шығара қойыншы. Жазба өремін қойыншы. Мына 30 көбейтемін 40-қа, көбейтемін 50-ге. Жалпы осы жерде 60.000 символ бар. Оны көбейтемін 8-ге. Болды. Осында ақпараттық көлемі 480.000 битқа тең. 8 деген қақтан шықты, себебі 256 n 256 дегеніміз 2-ның 8 дәрежесіне тең деген сөз. Келесі. Бірінші хат, міне это нормальный есеп. Бірінші хат дейді, бірінші хат жіберген, ол 32 таңбадан тұратын алфавиттің 50 таңбасынан дейді, ал екінші хат 64 алфавиттің 40 таңбасынан тұрады дейді. Екі ақпарат көлемін салыстырыңдар. Міне вот есеп. А то не анау бағанан бері. Так, бедіктен алып тастайық. Сөйтіп мынаяқтан қараймыз. Сонда бүйтеді. N1 тең 32 дейді. Осыдан K1 тең болып тұр 50-ге дейді. N2 тең болып тұр 64-ке, а K2 соответственно тең болып тұр 40-қа дейді. I1 мен I2-ны салыстыр деп тұр. Сонда I1-ді тауып аламыз. Ол үшін мына жерде 50-ді көбейтеміз. Қаншаға? 32-ның 2-ның қанша дәрежесі? 5 дәрежесі. Сонда 250 болады. Ал I2 болса 40-ты көбейтеміз 6-ға. Себебі 64 ол бізде 2-ның 6 дәрежесі. 240 осын бөлетін болсақ, жауабы 1,04 шығады. Сонда бірінші ақпарат көлемі екінші ақпарат көлемінен 1,04 есеге үлкен. Едәуір ұлғайды деген сөз. Так, келесі. Бұл өтіп кетті ма, не осы ма? Қызық. Алматы Атамұра арман баспаларын біттік. Егер де бұдан басқа да есептер болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оны шығарам, талдаймын, жауап берем. Түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, оны да сұраңыздар, оған да жауап берем. Назарларыңызға рахмет. Бұл информатика каналы. Сау болыңыздар.